туған бауырларым, достарым айтады да, тойға барайық, андай ішетін тойғаш, болмаса тағы бір жерге барайық дейді, андай билейтін жерлергеш. Мен едіме субханалла олай болмайды. Тем более мен мысалы сақалыммен қайтып барам, қайтып билейін деймін да, қалай анандай кәсіп шалбар киіп барам деймін да, араға болмайды деймін да. Қандай жақсы да сақал. Сен көп жамандықтардан тосып қояды. Сен дейді де, аузыңа құйып атқан жоқ қой дейді де, арақты. Мен өзі туған ағаларым айтады да, мысалы. Мен етіме субханалла енді намаз оқып жүріп, мен сөзге барып, жанында істеп, сен сияқты жүрсем, ел не айтады деймін де. Сондай вопростар ғой көп. Сондаға қандай амалдар істеу керек, жаңа ағамызға, інімізге қандай не айту керек что болған. Кішкене былай қорқытты айтты мен, бірақ қорықпайтын сияқты. Негізінде олар менен кейбіреулер сияқты мүлдем қарым-қатынасты үзіп қойғанда жақсы емес. Түсінікті ме? Яғни болды, олар осындай қайда болса солай болады. Болды, одан гөрі мен ешқандай қарым-қатынас қылмаймын. Ол маған келмейді, мен оған бармаймын. Сондай тыныш деп ойлайды да, мүлдем қарым-қатынасты үзіп тастайды. Әйелі де араласпайды, өзі де араласпайды. Түсінікті ме? Бұл жаман. Бұл туысқанның қарым-қатынасын үзуге келеді. Тура сол сияқты достар, бұрынғы достар болса да адам қарым-қатынаста болу керек. Бірақ шариғатқа сай қарым-қатынаста болуға әрекет қылу керек. Бағанаға айтылғандай, яғни ол баратын жерде солай болатын болса, сен шақыруға әрекет қылсаң жақсы. Түсінікті ме жоқ па? Себебі сен оларды шақырсаң, үйіңде сен не боласың? Сенің билігің. Солай ма жоқ па? Сенің билігіңде болғанда, сенің қалай болатын болса, солай қонақ қыласың оны. Осындай бір жолдар, осындай бір себепті алып, оларға қарым-қатынас қылуға жол іздеу керек. Шили күнде болмаса да, аптасында болмаса да, айында бір, немесе бірнеше айда болса да, олар менен қарым-қатынас туысқандық ақсын беріп тұру керек, кезіменен. Сол үшін неге бұны айтып жатырмын? Себебі кейбір бауырлар айтады, мысалы, сіз сияқты, егер осылардың сондай бұзық жерлеріне бармасақ, туысқанның қарым-қатынасы үзіліп қалады, ағаларым, інілерім немесе бауырларым менен араласа алмай қалам. Кейбіреулер айтады, мүлдем достарымнан үзіліп қалдым мен дейді. Мысалы, пәлен жерде оқыған, пәлен заводта жұмыс істеген, пәлен фирмада жұмыс істеген, біраз бауыр басып қалған, дос болып қалған солармен мәмілем үзіліп қалды, осы намаз оқығаннан бері, басқа қылғаннан бері. Біз айтамыз, жоқ, үзілмау керек. Олармен қарым-қатынас қылу керек жағдай барынша. Бірақ олар қалағанша емес, сен қалағанша. Түсінікті ме жоқ па? Мысалы, бір бауыр айтып еді, бір-екі рет жағдай болып отырып қалып басқа қылдық, бірнеше жылдан кейін жолығып қалсам, қарасам сақал қойып алыпты, басқа намаз оқып, жақсы болып қапты. Содан кейін айтады, мен қазір уже бажаларымның арасында молдасы болып қалдым дейді. Не қылып алған, сол бажаларын жинайды, соларға шай береді, басқа қылады. Олардың тойына бармайды, бірақ оларды шақырады өзіне. Осылай істеу керек. Олар шақырса бармайсың, бірақ оларды шақырып аласың мысалы. Бірақ барсаң да тура солай. Яғни, давай енді осындай бір отырыс болды ма? Мен әйеліммен келдім, сендер де әйеліңдер, давай әйелдер өздері жеке отырсын, біз өзіміз еркекше мәміле қылайық деп, бір дұрыс отырайық мысалы. Бірге болғанымыздан кейін, осындай бір дінде болғаннан кейін менің де азғантай құрметімді орнына қойыңдар дегендей. Осындай нәрселер талап етілсе ештен кетпейді. Не болғанда да үзіліске бару ақырғы нүкте. Тура айтылғандай, талақ ақырғы өкім болған сияқты. Түсінікті ме? Бауырлармен, туысқандармен үзіліске бару ол ақыры, сол Аллахтың дінін қалдыру керек, немесе туысқанды қалдыру керек. Осындай нүктеге жетіп барғанда адам мәжбүр азғантай аяғын тартады. Ол уақытқа шейін адам жағдай барынша туысқанның ақысын шариғатқа сай беруге әрекет қылу керек. Шариғатқа сай. Amma олар қорқпайды дегені ол мәлім нәрсе. Яғни сен ескертесің да, сен ескертсең өзің қорқатын нәрседен олар қорқпайды. Неге? Жүрек бос болғаннан кейін қорқпайды. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи ва саллам мені пәлен сүрелер шашымды ағартты дейді. Ойланғаннан. Біз оны оқысақ, көзімізден жас шықпайды, шаш ағару аяқтамыз. Түсінікті ме? Неге бізде иман әлсіз? Иман әлсіз болған сайын
ол Құран аяттары бір сөз сияқты өтіп кете береді. Аллах сол үшін лахум қулубун ла яфқахуна биха, олардың түсінбейтін жүректері бар дейді. Жүректері түсінбейді, қабылдамайды. Көздері соқыр, құлақтары керең. Өзі құлақ естеді, бірақ ол жақсы сөзді естіп түсінбеген құлақтан не пайда? Валахум азанун ла ясмауна биха, олардың естпейтін құлақтары бар дейді. Яғни аят хадистер айтылғанда естімейді. Бірақ естімесе де біз айта береміз. Неге? Жақсылықты айтудан екі пайда. Біріншісі, естіп қабылдап қайса Аллахқа шүкір. Сол негізгі мақсат. Егер қабылдамаса, біз құжат жеткізіп жатырмыз. Не жеткізіп жатырмыз? Құжат жеткізіп. Біреулер айтады, мен айттым, неге қабылдамайсың, сурет бүйтіп тартады. Неге айтпай, неге қабылдамайсың, менің айтқаным жетпей ме, анау мынау. Жоқ, сен пайғамбар оған бұйырылмаған, сен қалай бұйырыласың? Пайғамбар алейхиссалату вассаламда айтуға бұйырылған. Айтасын, қабылдаса, саған да жақсы, оған да жақсы. Қабылдамаса, саған жақсы, оған жаман. Саған нәтижеде жақсы. Қабылдаса да, қабылдамаса. Қабылдаса, оған да, саған да жақсы. Қабылдамаса, саған жақсы. Себеп, сен мойныңдағы парызыңды орындап қойдың. Бір рет айтамын, екіншісі айта бер, үшіншісі айта бер, 50-шісі айта бер, 100-шісі айта бер. Айырмасы жоқ. Айтудың шегі жоқ. Біз бір рет айтамыз, екі айтамыз да, болды, ол алмайтын, Алла осылай өледі дейді біреулер. Түсінікті ме жоқ? Осылай кетеді болды. Бұның әкесі де солай өткен дейді мысалы. Бұның ұрығы солай дейді. Кетті, бүткіл жеті ұрпағын боқтап тастайды соны. Бұл болмайды ол. Аллах айтады, «Кәзәлике күнтум мин қаблу фаманналлаху алейкум». Сендер де солай болдыңдар ғой. Аллах берді ғой сендерге. Аллах бізді хидаят қылмағанда, біз өзіміз кім едік? Солай ма? Кім менмін деп шығады. Бәріміз де біреу едік. Солай ма жоқ па? Аллахқа шүкір, өзін танытты бізге. Құранын білдірді, пайғамбарын білдірді, адал арам білдірді. Айтеуір, адам болып жүрміз айтеуір. Әрең. Солай ма? Осылай жүргендерде көп. Соларға азғантай бір мейірім назармен қарап, жағдай барынша оларды сол жақсылыққа шақыруға әрекет қылса. Тоқтамайық біз. Жақсы сөзбенен, жақсы мәмілемен жеткізе берейік. Қабылдаса, альхамдулилла, қабылдамаса, Аллаху акбар. Біз жалғастыра береміз. Түсінікті ме?